Балабақша барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес. Баланың тәрбиелі ұрпақ болып жетілуіне бірден бір ықпал ететін орын балабақша. Бала тәрбиелеу біздің өміріміздегі ең басты міндет. Біздің қызметіміз де, өміріміз де бала өмірімен тығыз байланысты. Еліміздің жас ұрпақтарын білімді, жан-жақты дамыған, дені сау, рухани бай, отанын, ата-анасын құрметтейтін саналы азамат болып өсуіне жауапкершілік маңызды. Армысыздар, құрметті көрермендер, ауыл тұрғындары. Бүгін сіздермен Адал адам мәдени тәрбие орталығының сұхбаттайым жобасы аясында Ақжүніс балабақшасының тәрбиешісі Тоқсанбай Шұғыла Төребек қызымен сұхбат жүргізетін боламыз. Қайырлы күн, Шұғыла. Бүгінгі сұхбатымызға келіскеніңе көп алғысымды білдіремін. Сұхбатымызды бастамас бұрын өзің туралы, отбасың туралы айтып берсең. Мен Тоқсанбай Шұғыла 1994 жылы дүниеге келгенмін осы еңбек ауылында. 2001 жылдан бастап 232 орта мектепте білім алдым. 2012 жылы аяқтап Қызылорда қаласы Мәншүк Мәметова гуманитарлық колледжіне оқуға түстім. Сол жерде 15-те аяқтап, содан бері осы мен мектепке дейінгі ұйымда саласында жұмыс істеп келем. Өзім 7 ағайынды болам, бауырларым бар, ата-анам. Қазір тұрмыстамын, бір қызым бар. Осы саланы таңдауыңа біреу себепкер болды ма? Әлде өз қалауыңмен таңдаған мамандығың ба? Осы мектепке дейінгі сала таңдауыма өзім әкем Төребек, сол кісі себепкер болды. Өлмейтін мамандық, осы мамандықты таңда деп сол кісі айтқан болатын. Сол кісінің айтуы бойынша осы салаға оқуға түскен болатын. Жұмыс барысында қандай әдіс тәсілдерді жиі қолданасыз? Жұмыс барысында қазіргі салада өзім орыстың педагогтарының Шукина мен Сластениның әдіс тәсілдерін қолданам. Ойын, сұрақ жауап және бақылау тәсілдерін балабақшада қазір қолданып жүрміз. Балабақшада енді ата-аналармен де жұмыс жасайсыздар, оны қалай ұйымдастырасыз? Ата-аналармен бізде ата-аналармен күнделікті байланыс, азанда және кешке байланыс орнатылады. Сосын WhatsApp желісінде де байланыстамыз ата-аналармен. Сосын іс-шараларда, сондайларға ата-аналарды шақырамыз. Сосын аналар мерекесіне орай бізде әжем және мен атты сайысымыз бар, ұйымдастырылатын. Сосын жиналыстарда ата-аналар іс-шараларға келіп тұрады. Сіз үшін енді бала тәрбиесіндегі ең маңызды деген құндылығыңыз қандай? Бала тәрбиесінде мен үшін тәрбие және оқу, сосын тазалық. Оны өзіңіздің шәкірттеріңізге де жиі айтып отыратын шығарсыз, қадағалап. Енді балабақша тәрбиешісі ретінде қандай жетістіктеріңізбен мақтана аласыз? Мен қазір осы сала бойынша жұмыс істеп жүргеніме 7 жыл болды. Өзім қазір жетістіктерім бар деп айта алмаймын. Әзір өзім кемшіліктерім де бар шығар, жетістіктерім де бар шығар, бірақ мен өзім әлі бұдан да үлкен жетістікке жетем деп ойлаймын. Өзім шәкірттерім бар, осы уақытта тәрбиелеп өсіріп, қазір мектепте білім алып жатыр өзім шәкірттерім. Сол қазіргі уақытта тек алға қарай басып келе жатырмыз. Келешекке қандай жоспарларыңыз бар? Келешекте жаңағы ұстазының жеңісі баланың, шәкіртінің жемісі дейді ғой. Сол сияқты жемісті және алғыр білімді тәрбиелі шәкірттер тәрбиелесем, және сол шәкірттерімнің мақсаттарын алға қойған талаптарының таудай болғанын көргім келеді. Сол алға қойған мақсаттарының бірі. Және бұдан да үлкен белестерден көрінем. Зерттеуші, сарапшы санатына өткім келеді. Қазір модератор санатындамын. Ары қарай тағы да үлкен санаттарға қадам бассам деймін. Енді мынау өзің сияқты артыңнан еріп келе жатқан сіңілдерің бар. Енді осы жолды таңдағысы келетін қыз балалар болса, қандай алға қарай мотивация бере аласың сол жас жеткіншектерге? Жас жеткіншектерге баламен жұмыс жасаған деген өте қиын, бірақ сонда да баланың тілін табу жаңағы әр адамның қолынан келе бермейді. Ол үшін қиындыққа да бәріне төзе білу керек, және сол бойында сол жолды алғаннан кейін сол жолды тастамай сонымен мақсатына жету керек. Сол үшін баламен жұмыс жасау үшін тек талап, талпыныс және шеберлік керек адамға. Бүгінгі сұхбатымызға көп тағы да рахметімді айтамын.
Бүгін бізбен сұхбаттайымда қонақта болған Ақжүніс балабақшасының тәрбиешісі Тоқсанбай Шұғыла Төребек қызы. Дарынды ұл, дара азамат, талантты қоғамның бастауы да балабақша екені сөзсіз. Сол тұлғалардың дұрыс қанаттануы мен биікке самғауы балабақша қызметкерлеріне тікелей байланысты. Ұлы ақынымыз Мағжан Жұмабаев: мен дәрігерлерден гөрі тәрбиешілердің көп болғанын қалаймын. Себебі дәрігер денеңді сауықтырса, балабақша тәрбиешісі өне бойыңды сауықтырады деген. Олай болса, мектепке дейінгі тәрбие саласы қызметкерлерінің барша тәрбиешілерінің еңбегі ерен екені даусыз.